Векалина ыдыстың майын кетіру өте қиын. Өздеріңіз білесіздер, бір май болатын болса осылай қап-қара болып қатып қалады. Сол күйі майы кетпейді. Осы видеоның соңына дейін қараңыздар, жылтыратып жуатын боламыз. Алдымен суымызға сабын, 3 ас қасық ас содасы, ыдыс аяқ жуатын гель, дайындап алған суымыздың үстіне осылай салып 15 минут бойы қайнатамыз. Менде 15 минут бойы қайнады. Қараңыздаршы, осындай губканың көмегімен жай ғана осылай ысқап шықсаңыздар, қара күйенің барлығы түсіп жатыр. Қараңыздар, жай ғана губканың көмегімен, қырғыштың ештеңенің қажеті жоқ. Жай ғана губканың көмегімен осылай жуып шығатын боласыздар. Барлығы түсіп жатыр, жасап көріңіздер. Міне қараңыздаршы, бағанағы қап-қара Векалинаның қасында қайда жылтырап ағарып шықты. Мына жерде дақтардың барлығы ол кетпейді, бұрыннан қалып кеткен дақтар. Екінші бізде осында жылтыратып жуып алдым. Печканың табаларында осылай жуып алатын болсаңыздар, бұлар да жылтырап шығатын болады. Майлардың барлығы еріп тап-таза болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлшат. Лайк басып комментарий қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.